Көкөністер мен жеміс-жидектер қала көшелерінде, бейберекет сауда орындарында белгіленбеген жерлерде сатылуы тұтынушылар арасында көптеген қиындықтар туындататыны шындық. Тіпті өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары жоқ. Қандай тыңайтқыштармен өңделгені туралы мәліметтерді білу қиынға соқтырады. Бүгін осыны анықтау үшін жауапты мамандар арнайы рейдке шықты. Қазіргі таңда базарларда қарбыз келісіне 40 теңге, қауын 50 теңгеден сатылуда, ал жол жиегінде бұл баға 10-20 теңгеге қымбат. Сондай-ақ негізгі көтерме сауда аймағы ауыл береке базары болып отыр. Бейберекет саудаға қойылған қауын, қарбыз облысымыздың басқа аймақтарынан тасымалданады екен. Санитарлық кітапшасын сұрағанымызда сатушылар құрамын базардағы зертханадан тексеруден өткіземіз деп ақталды. 10 жыл болды мен үйдің жерінде алған жоқпыз 2006 жылдан бері. Кредитім бар, 100 мың мысал қазір. Бала үйлендіру дедік, не дедік, сонымен кіріп кеттік. Қыста тағы кіресің, сауда жоқ. Тұрғындардың көкейінде әрдайым көкөніс пен жеміс-жидектердің қаншалықты деңгейде қауіпсіз, зияны қандай деген сауалдардың да тұратыны заңдылық. Базарлар мен сауда орындарын былай қойғанда, қала көшелерінде де құжаты жоқ қауын қарбыздың саудасы қызуда. Тығылып сатып жатқан жоқ қой? Ашық жерде тұр. Мен белдікқа қауын қарбыз жеп көрмедім. Бірінші рет алайын деп көрдім. Бағасын сұрап көріп отыр. Учаскелік полицейлер мұндай сауда орындарына бұған дейін тек ескерту жасаумен шектелген екен. Ескертуді ескермеген соң ғана хаттама толтыруға кірісті. Қазір жағдайда қаланың ішінде жұмысшы топ құрылған. Жұмысшы топ заңсыз сатылып жатқан орындардың бәрін бақылап, соларға ескерту жасап жатырмыз. Алдағы уақытта нәтиже шығарамыз деп жатырмыз. Себебі бұны тек аптаның ішінде бір-ақ рет қана емес, біз барынша күнделікті шығуға әрекет жасап жатырмыз. Ағымдағы жылы қала аумағында 1232 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде 1181 тұлғаға ескерту жасалса, 51 тұлғаға хаттама толтырылған. Жалпы 2 миллионнан астам теңге көлемінде айыппұл салынған. Осыған қарамастан бұл заңсыздық тыйылар емес. Рахат Күзберген, Марат Таубаев, 7-7 News.